Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ата, бата беріңіз. Дедушка, дайте благословление. Мақсаты бата, аңыз үлгілермен танысу, сурет арқылы оқиғаны болжау. Цель – познакомиться с примерами благословлений и легенд, предсказывать события по картинке. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Жаңа сөз үйренейік. Бата, бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Бата – это национальное благословление, которое выражается в наилучших пожеланиях и добрых напутствиях. Аманат – тапсырылған істі ықыласпен орындау, бір затты иесіне тапсыру немесе қайтару. Аманат – это добросовестность по отношению к вещам, принятым на сохранение. Қыдыр ата – бүкіл халықтың қамқоры, оларға жақсылық жасаушы, ырыс құт сыйлаушы қарт. Қыдыр ата – это старец, который заботится обо всех людях, делает им добро, дает благословление. Аңыз әңгімелер – тарихта болған белгілі бір адамдардың атына, іс-әрекетіне байланысты туады. Легенда рождается благодаря именам и действиям определенных людей в истории. Тамаша. Келесі тапсырманы орындайық. Сөйлемдерді атаумен сәйкестендір. Сопоставьте предложения с их названиями. Ертеде бір қобызшы болыпты. Ол адамға жайлы жер іздейді. Көп елді аралайды. Ең соңында адам ұзақ өмір сүретін жерді табады. Екінші, менің сізге айтатын өтінішім бар. Айтып барыңыздаршы, балам ешқашан ақша, алтынға қызықпасын. Үшінші, Қыдыр ата қолын жайып, бақытты бол балам, жолың болсын деді. Ойланайық, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя. Келесі тапсырмада Сұлтан мен Әсет туралы жаз. Следующее задание. Напишите о Султан и Әсет. Оқушылар, дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Сұлтан мен Әсет батыл балалар. Өйткені олар көне қалаға барды. Султан и Әсет храбрые дети, потому что они посетили древний город. Сұлтан мен Әсет өнерді құрметтейтін балалар. Өйткені олар ақындардың жырларын жаттады. Сұлтан и Әсет дети, уважающие искусство, потому что они учили стихи поэтов. Сұлтан мен Әсет ақылды, өнегелі балалар. Өйткені олар қарт адамдарға көмектесті. Сұлтан и Әсет умные, примерные дети, потому что они помогали пожилым людям. Келесі тапсырма суретке қара, оқиғаны болжа. Следующее задание – предскажите события по картинке. Олай болса, балалар, өздеріңді тексеріңдер. Сұлтан мен Әсет қаланы аралап келе жатады. Алдарынан ауыр дорба арқалаған қарт адам кездеседі. Балалар қарт адамға көмектеседі. Ол адам Қыдыр ата екен. Қыдыр ата балаларға алғысын айтып бата береді. Ақын жырауларды құрметтеп, жырларын жаттауды аманат етеді. Балалар аман-есен үйлеріне оралады. Келесі тапсырма. Алдарыңыздағы кестені толықтырыңдар. Здесь даны действия, вы должны узнать, к кому относятся эти действия. Тамаша, оқушылар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырма, мәтін бойынша сұрақ құра. Следующее задание – составьте вопросы по тексту.
Тамаша. Өздеріңді тексердіңдер, проверьте себя. Я думаю, у вас тоже такие же примерные вопросы. Үйге тапсырма, бата жаттау. Иә, оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.